Нұр-Сұлтан, Шымкент, Тараздағы әйелдердің наразылығы Ақтөбе облысында да көтерілді. Көп балалы аналар соңғы кезде облыстық әкімдікке келіп талап қоюды жиілетті. Оларды сабырға шақырған мемлекеттік қызметкерлерге дауыс көтереді. Өкпе ренішін көп айтады. Таразда бір топ әйел мемлекеттен бөлінетін қаржылай көмектің берілу тәртібіне қарсы болған еді. Елордалық көп балалы аналардың билетке айтқан базынасы дәл сондай. Ал ақтөбелік әйелдердің қойған талабы тіпті бөлек. Әрбірін тыңдап отырсақ, жеке бастың қамы. Кәмелетке жасқан болмаған 6 балам бар. Мен былтыр үй мәселесімен жүгіріп кредитім болып өте алмадым. Енді осы мәселеде мына бақыт отбасына қатысқым келіп отыр. Биыл бастапқы жарнаға көмектессеңіздер. Мен шешем бар, пенсионер, инвалид 3-ші группа. Соған маған денсаулық басқармасынан көмек болса, көзі көрмей жүр, болдырап. Соған маған дару жарығынан направление берсеңіздер. Мен өйткені қаражатым жоқ, даруға барып емдетемін. Бұл әйелдердің барлығы тиісінше жәрдемақыларын дер кезінде толықтай алып отыр. Мәселен, үкіметке өкпелі әйелдің бірі Ақтоты Жалмағанбетованың мемлекеттен алатын көмегін жіктейтін болсақ, көп балалы ана ретінде 58.457 теңге, бір жасқа дейінгі балаға 28.844 теңге, атаулы әлеуметтік көмек 69.521 теңге ай сайын төленеді. Бұған қоса кепілдендірілген әлеуметтік бір жолғы 50.000 теңге көмек берілген. Жәрдем мұнымен бітпейді. Қайырымды жандар оның 3 айлық пәтер ақысын төлеу үшін 180.000 теңге көлемде қаржылай көмек берген. Жыл басынан 2 рет азық-түлік пакетін алған. Осындай қамқорлық көрген көп балалы ана енді тұрғын үй алып беріңдер деп әкімдікке талап қойып отыр. Өзінің мемлекеттік бағдарламаға қатысатын мүмкіндігі жоқ. Айта кетейік, облыста 19.000 көп балалы отбасы бар. Өткен жылы оларға 34 миллиард теңгеге көмек көрсетілген. Кредитіне құтылушы қарызға кіріп кеттім. Осы айда 3 айымды төлей алмай жатыр. Міне менде бүгін соңғы күн. Хотя бы сол 2 айына көмек беріңіздерші, соны сұрадым. 3 рет болды сұрап жүргеніме. Оның қасында 200 мыңда көмек беріп жатсыздар ғой. Бақыт отбасы басталайын жатыр енді міне. Соған мені іліктіріп жіберіңіздерші, көмек сұрап жүр. Баспанаға мемлекеттік бағдарламамен іліге алмай жүрген көп балалы отбасы көп. Оның себебі несиеге белшесінен батып, банктың қара тізіміне іліккен. Қара тізімде жатып, мысалы, үйге де мысалы қатыса алмаймыз бақыт отбасыға. Басқа да отбасылар бар, тек қана мен емес шығар бұл жерде осындай проблемамен жүрген. Әйтеуір осы кредит жағын кішкене бір жақ қылыңыздаршы, білмеймін, қара тізімнен алып тастай ма, 300 мыңнан жауып бере ма, білмеймін, сонда жағынан кішкене бір көмек болса. Жоғарыда айтқанымыздай көп балалы аналар ай сайын мемлекеттен 200.000 теңгеден астам жәрдемақы алады. Дегенмен оны қанағат тұтпай отыр. Әкімшілікке келіп айқай шығарсақ, өзге де мұқтажымызды шешеміз деп санайды. WhatsApp мессенджері арқылы тіпті наразылық танытудың сценарийін құрып алған. Барбаросса жоспарынан кем түспейді. Қыздар, шығамыз. Сосын 101-ші кабинетке кірмейші. Коридорға да кірмейік, далада тұрайық, баспалдақта, далада. Бұл кезде 101-ші кабинетке алып кетеді, солай қалады, далада тұрамыз, облыс әкімі талап етпейді. Барлық аналар осыны бір көтеріліс қылып пайдаланып қалыңдар да қайте. Мен 60 мың зарплатасын іздеймін деп отқан уақытта сіздің бір ай болса да меңіз жүрмей қалады, айсыз, ілікпей қаласыз. Сол себепті өзіңізге келетін ақша ғой, енді өзіңізге нестейтін ақшаны жібермеу керек та. Әкімшілік атқарушы орган екен наразы әйелдердің есіне салғымыз келеді. Әкімдік өкілдердің айтуынша, оларға заң тұрғысынан қарастырылмаған көмек бере алмайды. Сонымен бірге осы уақытқа дейін жақсылық қылып демеушілік еткен кәсіпкерлердің де басы дауға қалып отыр. Көргеніміздей, әйелдер кәсіпкерлерден бұдан былайғы уақытта да несиелерін жауап беруді талап етіп отыр. Өздері болса, орташа жалақыны місе тұтпай еңбек етуден қашып жүр. Ең сорақысы 42.500 теңге атаулы әлеуметтік көмек алып, кедейшілік деңгейінен шыққысы жоқ. Бүгінгі күні Ақтөбе қаласы бойынша тек қана 1000-ға тарта бос жұмыс орындары бар. Бұл жердегі еңбек ақылардың көлемі 70 мыңнан жоғары. Бұл жерде тағы бір ойланатын нәрсе, осы көп балалы отбасыларының еңбекке қабілетті мүшелерінің тарапынан осы жерге келіп, жұмыс жасауға, жұмыспен қамту бөлімдерінің ұсынып отырған жұмыстарына жұмыс жасауға олардың ынтасының болмағандығы бізді ойландырады. Ал жұмыспен қамту орталығының басшысына көш бастап жүрген әйелдер күніге келеді. Ешкімнен қаймықпайды, қызметкерлерге дауыс көтеріп, құжаттарын ретке келтіруді талап етеді. Сөйлемеймін жайда, сөйлеме жағына сүйемесін дейді. Мен мысалы өмір сүріп алып, ауру бағып, сосын көреді. Биылғы жылда алсақ, 50 шақты аналарымыз келіп, біраз талаптарды біздің мемлекеттік органдарға қойып отыр.
жеке кәсіпкерлер көп қолдау көрсетті. Ол қолдаулардың бірі басындағы тұрып жатқан үйлерінің газын төлеп беру, электр жарық үшін төлемдері төленбей қалса сондайлар, азық түлік жиынтықтары ол тіпті тоқтаусыз беріп жатыр. Одан бөлек жаңағы өздеріңіз көздіңіздер, біздің депутаттарымыз қазіргі таңда өзіне белгіленген азаматтардың территориясын қарап, аз қамтылған отбасыларға барынша қолдарынан келгенше демеушілік көрсетіп отыр. Ол демеушіліктің сомасы 50 мыңнан 120 мың, 200-300 мыңға дейін демеушілік көмектер көрсетіліп отыр. Салыстырмалы түрде айтары болсақ, 30 жастағы Айнагүл Нұғманова бірінші топ мүгедегі, жалғыз бастана, кірісі үкіметтің жәрдемақысы ғана, көмекке нағыз мұқтаж жанның бірі. Өйткені денсаулығына қажетті бір препараттың өзі 96 мың теңге тұрады. Мүмкіндігі шектеулі болса да үйде құр қарап отырған жоқ, іс тігуді кәсіп етіп отыр. Жақында онлайн курс оқып, құрақ көрпе тігіп үйренгенмін. Сол көрпелерімді сатуға шығардым, тігіп біреуін бастадым. Соны күн көріп отырмын. Адамдардың әкелген заказдарын шалбар қысқарту, киім қысқарту, сол күнделікті табысым сол. Осылай өзім тауып жатқан табысыма сенім артамын. Билікке наразы елдердің айтар даты осындай. Әр келген сайын талабы қажеті өзгеріп отырады. Жеке баспанам жоқ, ішерге тамағым жоқ, несиеден көз ашпаймын. Алай сайын бас қосқандағы түрлі тағамға толы дастарханына қарасақ, сену қиындау. Улап-шулап айтып жүрген базынасы қисынсыз ба деп қаласың. Мына фотода әкімдікке жиі келетін наразы әйелдер тобы. Тіпті демеушілердің берген азық-түлік пакетін саудалауға шыққан. Мұны не деуге болады? Масылдық па, мұқтаждық па? Гүлнара Жолжанова, Арман Досмағамбетов, Самат Қалекенов, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.